Посылсайы неміне бір ісім түсіп мына ойнан балғын неміне бір ноутбук жаңа ноутбук сатып алу керек қой бірдеңке. Мақұл жұмыс істейін мен ағасы әйтпесе мен жұмыстан қолсын дедім. Жаймен жұмыс істейік тып-тыныш дедім. Бәріңе сәлем, қалдан қалайсың? Мен Нобек, мен жаңа видеома қос келдің бе? Кстати, сол біздің ауылға ойлаңдас, яғни ойбай, не заңғына мақұл сол. Біздің ауыл ойлаңдас, яғни кәдімгі өздерің бәтіне өсіп келген сол. Алмазда көлік сатып алған ба мынау достар, көлік сатып алыпты, прикинь достар, пол кийтін көлік сатып алған ғой. Қазір мен сразу заттан бәрін алып алайын, қазір сразу вот мына қазір бәрін алып алайын, вот осылай бәрін аламын, сол қазір сразу мен назірледі бәрін дәні бірінші, яғни не сенеміз, бірінші сауладан, ойбай, бірінші амандаспай тұрып, бірінші біз дейтін заттарымыз сразу жинап аламыз, қазір дейтін, сосын біз сауғаныз қазір, яғни мен енді ол біздің олға енді көсіп келді ғой, сосын сол қазір мен онымен сол достасу үшін мен қазір оған, яғни өте көп сәбіз алып балам, мысалы, яғни сәбізге беретін болсам, ол маған менің, яғни ол көлігіне отқызатын шығалса, ойыңдас кәдімгі көлік сатып алған ғой, кәдімгі өте әдемі көлік сияқты сол, менің ойымша сол өте керемет көлік сияқты, сіз жазып кетесіз комментарийға, иә мақұл сол. Қазір мен сол үйіме кіріп сол маған тағы да сәбіз етпей қалды сол маған қазірдің барлығынан сәбізді алып алайын сол мынау жителердің сәбіздері бірақ маған бәрі болды сол яғни мен көлікке отыруым үшін мен бәрін істейтін боламын все сол қазір мен өзімнің үйіме кіріп заттарды алып алайын бірінші дейтін қазір осы елді мен дейтін есетін білесіңдер мысалы қазір осы елге біздің морковтарды ұзақ бұрыннан саламыз сол бізге яғни бір стакта беретін сатып мен заттарымды тастап кете салайын сол тастап кете салайын заттарымды все сол қазір деп амансатын боямыз қазір яғни біздің ауылға промен солай амансымамыз сәлем про қалайсың мен де промын деп сосын ол менің яғни көлігіне отсатын шығады деген ойдамын ал сендер сразу лайк басып кетіңдер қазір біз баратын боламыз сосын магазин ашылған ба алмаз олаңда ақсыл алмаздан салған ғой сәлем про сәлем не керек саған нобексің ба сен нобексің ғой қалай мен нобек емеспін сен көлік сатып алғансың ба көлік сатып алдым көрдің ба сен дедің мұндай аламайтын шығарсың өміріңде вообще алам бұйырса аламын нең бар менде қалғанда сема өте келмей мынаны отырғызып бабласы бір айдап көрейіз айдауға бола ма какой нубик, мұрынбоқ, ойбай, мұрынбоқ, нубик, не артын кеп тұр сенің соны түсінбедім вообще. Сен айдан көп тұрма көліктеп түфіме айдайсың, түсінің ба, өзің сатып алды, сен нубиктарды отырғызап көлікте сындырғым кеп тұрған жоқ, нубик. Сен, тыңда, сен дейтін көлігіне отыр, не қызған тұрсың көлігіңде? Нубиктардан қызғанам, нубиктар сындыртшы жарым, мен көлігімді, мен қайдан білім сен, достар, көлесің ғой, мен осыны дәл қазір елтең, осыны бұдан да мықты көлік сатып алам, көлесің, сатып ал, нұпсың ғой сен, қалай сатып алайын деп атсың, тіпті сені алмазың да жоқ шығар сен, алмазың жоқ қой сен, көлеміз, кімнің алмазы бар, кімнің алмазы сол кезде көлеміз, достар, білкен анамен үстіме прикол ұстапты, сенде алмаз жоқ, анау деп достар, достар, менде бір идея кеп достар, оның затын улайтын болам сол, неғып айтайын достар, өйткені ол өзінше достар, олаңдас өзінше сосын қазір мен, яғни, қалсының бар сендерге, яғни мен оны, яғни көлем затын тоңап кететін болам сол, ол бірақ мәселе бізге мізалқаны білген келген тұғын, яғни жедел тұғын, не сататын білмеймін сол, қазір сұлап көрейік, не зат сатады екен. Сәлем жедел, сен азықтан не сатасың, соны айтып, Павловский, не сатасың бұл жақта? Бұл жақта бас етен, яғни атырған атқарсын, ұмытып қалдым. Көлік сатамыз, көлік, сочыдам, аласың ба көлікті? Аласың ба, дегенде, қандай көлік ол? Атын айтсай, сол кезде алатсам. Аты дейсің ба, Нобек, атын айтам қазір. Оның аты да және қарсы тыңдашы, яғни онша бір мықты көлік бар да, онша слишком мықты айтар, қысқасын айтқанда мықты көлік. Егер оны алын келетін болсаң, тек бар осы жерге, яғни 10 стак алмаз алып кеп бер, сосын сол осы көлікті аласың. Какой 10 стак алмаз, достар? 10 алмаз стакты мен қайдан алам? 10 стак алмаз, ондас 1-2 стак алмаз болсам мақұл ғой. 10 стак алмаз, достар. Қазір жақсы. Сонда ол жерде қандай көлік, оны айта алмайсың, оны сосын ғана көлігілерге алмаз алғансың ғана.
Әрине Нобек, біздің кешір, біз дейтін оған біз ондай ақпарат бере алмаймыз. Қысқасын қандай, яғни сен ол көлікті бірінші сатып алсын, оны алмастаққа, сосын мынаны ашып ішінде көлікті ала берсін. Енді бұл жердің ішінде оны алмастақтан да қымбат тұратын көлік болуы мүмкін. Әрине енді өзің білесің, анша біздің сатып ал. Сатып алмайм мен десең, оны айтып, газ келе ме? Сөйте сатып жіберме, мен келе ме? Давай. Оландайсың, менде сал, қазір менде білесің де, яғни анау плордың үйінде алмаз ал өте көп сал, яғни оны тонайтын болам. Сенділік айттым ғой, тонаймыз деп. Сосын азиден 10 стакқа алмазын көлік сатып аламыз, көлік сатып аламыз, көлік олаңда сылыса. Енді анаң сізде қандай көлік екендігін білмеймін, сол кезде көлетін боламыз. Біз қазір кесіп батсын, сал, сол кезде яғни плордың тонайтын боламыз. Сал, қазір үйіме келіп, мен яғни жоспал жасайын, достар, қазір мен сол яғни мен доптың жұмысқа кеткенін күтіп отырмын. Мысалы, күткен түн болғанда тона бөлтел салып. Қазір мен сол оны яғни қасан кететінін күтіп жүрмін. Мысалы, үйіне вообще сықпайды, оны да сылау вообще үйінен сықпайды. Әне сықты сол. Көріп қалмасын. Не деп отыр? Вау, болды, мен қазір жұмысқа кетуім керек. Жинап келу керек, орманға барып, Нобектің үйі ғанау. Нобек ешқандай көлік алмайды. Өзінше көлік алам дей ма, бірдеңе дейді ғой, атасын басын алады. Адам алмайды Нобек дейтін. Ол ойнап та өлмейді ғой, біріншіде ойнап үйрену басында. Баяқтың көлігі, все. Ха-ха-ха, бұл жерде ең бай ғана мен ғана, яғни тек қана алмаздар мен ғана көп. Бұған ешкім сеңіз келмейді, бірақ по-любому жерге тұра келеді. Все, қазір мен дейтін, яғни орманға барысты. Все, мен көліктерімді орнына қойып қойдым, бүкіл алмаздарымды тығып қойдым да. Все, ешкім ұрлап кете алмайды. Все, барлығы жақсы. Все, ештеңе уайымдамасам да болады екен. Блин, сонда да уайымдап тұр. Мақыл, уайымдамай ақ қояйын. Все, кеттім. Все, тан. Достал, аныққанда жұмысқа кетіп батылса, яғни сол, қазір біз дейтін сол, оның яғни үйін тонайтын болам, сол, енді үйін толсақ тонамаймыз, сол, енді өзің білесің, яғни мен оған, яғни сол, көлік сатып алам, сол, яғни қандай көлік сенде болсаң, яғни азида бір көлік сатып алады, соны сатып аламыз, қазір жаймен күлейік, сол, мауын дейтін алмаз қойнан алаңда, алмазған бәлі, андал. Мана есігі бана асыл жапылады ғой, екі есігі бол. Клавайдың қанда, клавайд тозы көк достал, алмаз түспен ой, базал жоқ. Андығында балмекен. Алмаз ал, көндей ма, сендел достал. Үстіне қансама алмаз ал болды сал. Егер біз оның үстіне сол біз бал жоғы, оны ақсақ алмаз алатын болсақ, оны біз жағыне плод етін вообще байқамайда қалады сал. Сал жазып кетіңіз комменталға. Қазір соны алатын боламсам, бірақ бөлін затын олар мүмкін яғни жақсы емес. Бірақ ол дейтін по-любому дейтін сөйтті ғой, типа дейтін сал. Бір стак, 2 стак, 3 стак, 4 стак, 5 стак, 6 стак, 7 стак, 7, 8, 9, 10 достар. 10 стак болса, қазір біз дейтін яғни зетелге беретін боламыз, сосын зетел бізге яғни көлік беретін болса. Енді қандай көлік беретін білмеймін, сол қазір біз дейтін сразу алатын боламыз, қазір сразу көлік сатып алым келіп тұр достар, көлік сатып аямыз қазір дейтін. Все, көлік сатып аямыз, сол қазір мен сол заттарды алып шығайын, яғни мен плоның яғни үйін тоқтамаған білдіп қоймау үшін сол қазір мен осының ісінен давайтын алатын боламыз. Бұл мысалы қазір біз одан несін сұрайтымызды білесіңдер ба? Қазір біз айтамыз, давай сен дейтін бізге яғни осы сабитпен ауыспайсың ба дейміз да, яғни көлікті. И сосын сөйтіп жоқ дейді, сол кезде сол біз дейтін оған яғни ақша береміз. Өйткені сол қазір біз оған сразу болып менде 10 стак алмаз бар, сотам, давай қайтал немесе қайтал деп қоймай қолсын. Яғни біз оған давай менде яғни осын сама, яғни 10 стак алмаз бар, сен маған беретін болсаң, ол менің көліктерім қалуы мүмкін зетел. Сосын сол бірінші болып біз оған яғни сәуіз ұсынамыз. Мен саған сәуіз білем, сен маған білеміз дейміз, сосын ол бізге по-любому келіспейді сол. Сосын келіспеген кезде біз оған не деп айтатымызды білесіңдер ма? Яғни сол біз оған дейтін менде қазір келем дейміз да, үйге баламызда 10 стакты өтілік алып келген сияқты боламыз. Все, сол қазір сендегі түсіндірді ме? Все. Сәмен баламыз. Зетел. Мен саған мен саған 10 стак яғни сәбіз берем, сен маған көлік бересің, давай ма? Сен есіңа осқансың ба? Құра бар дей қазір, мұлтым шығып, атам біле, құра бар дей. 10 стак алмазың болмаса келмесе, кетші бар. Білмейсің ба сенде сонда, вапты білмейсің ба сонда саған ақша келік па? Ақша керек, сәбізіңген істейін, көтіңін қой, сәбізіңге өзінше, давай, сау бол, көп сөйлеме, давай, кет құра.
мағын мысалы вот көрін деді ма, яғни ол келіскен жоқ. Қазір біз өтірік үйімізге баламыз да, типа өтірік үйімізге балап, яғни өзіміздің алмазымызды алып отқан сияқты боламыз, типа на да осы жерде тұрғызамыз, яғни дауыс, яғни үстелге алмаздалым көп, менің алмаздалым көп. Все сол дейді. Естілік те ойлаймын, все сол қазір сығамыз, займен все. Займен сығамыз, яғни типа біз дейтін, яғни өзіміздің алмаздарымызды алдық. Все, енді қалай енді зилік алатын боламыз, қазір зилік ататын боламыз, типа вот, вот сразу. Вот, сидер, короче, мен вот қаншама алмастар алып келдім. Қол қайға салайын? Оны сандық тұрайық қасымда, соған сал, жарасын, сол жерде көп бар, соны алып ала бер. Сенде базар жоқ, сенде 10 стак алмаз бар да ойламаппын. Үлкен рахмет, оқырсық қылайды қазір. Саламыз 2 стак, 3 стак, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, все. Ина рецепт аламыз, все, мен қазір көлік. Тұғымын әлі стак, солдан баяғыдан бері солы байқамаған ба, мен аным. Нақыл сат, қазір асамыз. Вау, уста, ламборджини, вау, мынау салон дейді, вообще, мынау жүреді осы, мынау дейтін тез жүреді тұса, оған қағанда, вау, уста, мынау өте тез жүреді екен, плоның үйін сынылып тасаңан, вың деп сынылып тасаңан, мысалы, жазып кетесіз комментарияға, маған яғни осы ламборджини жалғастырма, жалғаспай тұрма, соны сылғыз комментария жазып кетті, мысалы, мақыл, ойбай, қазір біз дейтін толыстап жүрелік, құлсын толыстап жүрелік те. Не, өтірік, ойбай. Көңгел мысалы, вот, өте сал. Және мысалы біз дейтін, яғни бүгін плоны біз дейтін оны алдық кеттік. Және біз өзімізге көлік сатып алып, онда қандай ламборджини дейтін сендерді ұнайттығын ойдамын менің ойымса сал. Бұл өте мықты көлік негізі қында. Мақыл достар, бүгін біз осымен видеомыз аяқтаймыз. Бүгін біз дейтін мысалы нөбек дейтін, яғни өзіне өте ламборджини сатып алып, өте келемет, өте қымбат көлік сатып алып достар. Ұлылық жасамаңдар, жақсылық жасаңдар, инсе сауыңдар. Сендермен болған бүгін мен нөбек, инсе сауыңдар. Лайк басуды ұмытпаңыздар. Осы жылда бір видео сығат, соны қалып кеттің. Инсе сауыңдар.